Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге адам ағзасына пайдалы тағамдар туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сүт өнімдері. Жас сәбиге сүт қаншалықты қажет болса, үлкен адамдарға да соншалықты қажет. Сүт құрамындағы ақуыз тырнақ, шаш өсімін жақсартып, сүйектердің қатайып, мықты болуына әсер етеді. Дәрігерлердің айтуы бойынша күнделікті майлылығы төмен сүт өнімдерін пайдалану ас қорыту жүйесін жақсартады. Тауық еті. Тауық етінің құрамында В тобындағы дәрумендер, ақуыз бен амин қышқылдары бар. Ас қорыту жүйесін, ағзадағы қан айналымын, жүрек пен бұлшық ет жұмысын жақсартады. Қуырылған тауық етіне қарағанда қайнатылған тауық еті пайдалырақ болып келеді. Айран. Сүтте бар элементтер айранда да бар. Сондай-ақ айран ағзадағы зат алмасу жүйесін жылдамдатады. Артық салмақтан арылуды көздейтін жандар күніне 1 стакан айран ішсе, діттеген мақсатына жете алады. Диетолог мамандардың айтуынша, айранды кешкі уақытта ішкен пайдалы. Балық. Балық құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер бар. Оның құрамындағы антиоксиданттар қимыл қозғалыс координациясын жақсартып, көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Жаңғақтар. Жаңғақ ми қызметін жақсартады, иммунитетті күшейтеді. Организмнің әлсіреуін, қаназдық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуде көмектеседі. Киви, ананас және цитрус жемістері. Бұл жемістердің құрамында С дәрумені бар. Ағзадағы зат алмасу жүйесін жақсартып, стресс пен депрессиядан сақтайды. Көңіл күйді көтеріп, иммунитетті күшейтеді. Сондай-ақ жемістер артық салмақтан арылуға жол ашады. Манго. Амин қышқылдары мен А, В, С тобындағы дәрумендерге және пайдалы әрі ағзаға қажетті элементтерге толы жеміс. Манго артық салмақ тастауға, стресстен арылуға жол береді. Тұмау, ринит сияқты аурулардың алдын алып, көз көруін жақсартады. Шие. Ағзаға пайдалы тәтті жидек құрамында иммунитетті күшейтетін каротин мен С дәрумені бар. Каротин ағзадағы зиянды қалдықтардың сыртқа шығуына ықпал етеді. Ал С дәрумені өкпе, бүйрек, анемия ауруларының алдын алады. Асқабақ. Құрамындағы калий, кальций, магний, темір, мырыш, С дәрумені, ақуыз, бета-каротин сияқты элементтердің арқасында асқабақ онкологиялық аурулардың алдын алады. Шаш, тырнақ өсімін жақсартып, теріні тазартып қатайтады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды шығарып, артық салмақтан арылуға ықпал етеді. Брокколи. Брокколи денені токсиндерден тазалайды, барлық қатерлі ісіктердің қаупін азайтады. Минерал мен витамин қоры өте жоғары, күйзелістен ең жақсы қорғаныс. Тәбет пен ас қорытуды жақсартады, ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Жұмыртқа. Жұмыртқа ең зиянсыз ас. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен тағы басқа элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Онда калория аз, бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы, миды қорғайды және көздің көруін жақсартады. Қызанақ. Ағзаға тигізер пайдасы жөнінде тізімнің қатарында қызанақ та бар. Оның құрамында ликопин деп аталатын антиоксидант бар. Ол қатерлі ісік ауруына қарсы тұруға көмектесіп, жүрек пен қан айланымына да жақсы әсер етеді. Авокадо. Авокадо қымбат болса да, денсаулыққа пайдасы үшін алып жеп тұруға тұрарлық өнім. Ол мидың жұмысын жақсартады. Сарымсақ. Сарымсақ асқазан, өңеш қатерлі ісігінен қорғайды. Жүрек ауруы қаупін азайтады. Жұқпалы аурулардың алдын алады. Шаштың тез өсуіне септігін тигізеді. Міне достар, сіздерге беретін ақпаратым осымен тәмам. Егер де менің ақпаратым пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.